Ассалаумағалейкум, армысыздар ағайын. Соңғы уақытта андай нелерді байқаймын, адамдарды, ер адамдарды. Как будто түр жасайды, сен көрмегендей бар ғой, лишь бы сенімен амандаспау үшін. Араларын 1 метр ара қашықтық болса да, сен көрмей тұрғандай бір точка қарап тұрады ғой. Как будто сен көрмей тұр. Оған сәлемдесу жалқышы. Еркек болсын, шекеден сыспау керек, шекеден қорқпау керек. Жай ғана бұрылып қарап, ассаламағалейкум деп айтсам, ешерің түс қалмайды. Ол сыйластық. Көріскенде адаммен сыйластық дұрыс болу керек. Негізі амандаспау ақыр заманның белгісі дейді ғой. Шайтан сондай жолдардың бәрін жасайды да, мұсылмандар бір-біріне амандаспау үшін. Так что ондай керек емес. Алыстан көріп қалып қол көтерсең де, соның өзі де жарайды. Ол адам маған қарыз емес, мен оған қарыз емеспін. Бір-бірімізден қашып жүрген адам емеспіз. Просто ондай түр жасап тұр. Жай ғана қарап, ассаламағалейкум десе де жарайды ол. Ішіне менсінбей, андай сезім болады, тщеславие дейді ғой, гордость. Өзін жоғары санап тұрады ондай адам. Менсінбей. Так что ер адам болған соң, еркек болған соң дұрыс жүрейік. Қазір баяғы кездер емес, братанды көр қалсаң, барып жүгіріп барып екі қолмен амандасатын. Немесе бір қолын беріп қалсаң, екінші қол қайда деп қазір ешкім сұрамайды. Просто жай ғана алыстан көріп, қолын көтеріп қалсаң да, баспен битсең де, оның көргенін білдіртсең де, соның өзі де жарайды. Сол үшін керек емес өтірік түр жасап. Еркексің бе, еркекше көзге қара, еркекше амандас. Қатем болса кешіріңіздер, просто ішіндегін айтып отырмын да. Сондай адамдар соңғы уақыт көп байқап жүрмін. Жақсы танитын, бұрыннан дос болып жүрген, кейде андай өтірік түр жасап алатын. Керек емес ол, вообще әдемі некрасиво дейді ғой. Еркекке сайыс емес. Тағы да қатем болса кешіріп қойыңыздар. Білесіздер ма, кейбір адамдар болады ғой, андай амандасқан кезде қалайсың деп амандасатын еркектер. Негізі ол дұрыс емес. Қалайсың деп қатынға айтасың. Еркекпен, тем более қазақ болған соң, бір-бірімен ассаламағалейкум деп амандасу керек. Сосын уалейкум деп қысқа емес, уа алейкум ассалам деп толық жауап беру керек. Вот сол дұрыс. Вот содан кейін барып сұрасаң болады қалайсың деп. Егер артық айтып қойып жатсам, кешіріңіздер. Кейбір адамдар оны білмейді, түсінбейді екен. Осы видео сол үндеу тастап жатқаным ғой, амандасқан айын дұрыс амандасын деп. Жалпы өзім кәріспін мен. Қазақстанда солай өсіп, солай тәрбиеленгенмен, өзім кішкентайыммен сөйтіп амандасам адамдармен.